Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Бүгін біз 26 нұсқаның В бөлімін талдайтын боламыз. 11-ші есеп. Дөңгелек үстелдің айналасына 7 орындық қойылған, 7 оқушы қанша тәсілмен отыра алады? Мысалы, сіз осы оқушылардың біреуі болатын болсаңыз, сізде 7 таңдау бар, солай ма? Дәл сол сияқты әрбір оқушының да таңдауы сондай. Сонда бұл жерде біз алмастырумен шығаратын боламыз 7 факториал. 7 факториал дегеніміз бұл 1-ден 7-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Көбейтіп көрейік. Мына жерде 6 шығады. 6-ны 6-ға көбейтем, 36, 4 5-ім 20 және оны 7-ге көбейтем. 36-ны 20-ға көбейтсем 720, 720-ны 7-ге көбейтеміз. 0, 4, 1 ойда 49, 50. 5040. 5040 тәсілі болады екен. 12-ші есеп. 5 сан берілген. Алдыңғы нұсқаларда да біз талдаған болатынбыз. Осы 5 санның ішінде тең сандарды табыңыз. Қараңыздар. А саны ол 3 түбірасты 2. Е саны түбірасты 18. Түбірасты 18-ді 9 көбейту 2 деп жаза аласыздар. 9-дан түбірастынан 3 шығады. 3 түбірасты 2. А және Е сандары тең. Алдыңғы сабақтарды түгел қарап жүрсеңіздер, бұл есептер сізге қиын емес. Келесі көбейтіндісі 17-ге тең сан. Яғни мына жердегі Б және Д сандарын аламыз. Б көбейтуді тең болады. 3 түбірасты 2 қосу 1. 3 түбірасты 2 азайту 1. Мына жерде 18 шығатынын көрдіңіздер жаңа. Одан 1 алып тастасақ 17 болады. Сонда Б және Д сандарының көбейтіндісі 17 болады. Келесі 1 мен 3 сандарының арасындағы иррационал сан. 1 мен 3-тің арасындағы иррационал санды А деп белгілеймін. Квадраттаймын. 1 А квадрат 9. 1 мен 9-дың арасында орналаса қандай сан бар? Кез келген иррационал сан. Осы сандардың ішінен қарайтын болсақ, 3 түбірасты жоқ, бұл сандардың ішінен қараңыз деп айтпағанды. Себебі мына жерде түбірасты 18 болып кетеді. Мына жерде 19 шығады. Мына жерде 4, 3-ке өтеміз 12 болып кетеді. Мұнда 17 шығады. Квадраттап жіберетін болсақ. Сонда бізге өзіміз алуымыз керек. Кез келген иррационал сан. 1 мен 9-дың арасында. Ол мысалы түбірасты 2 болуы мүмкін. Себебі квадраттаған кезде 1 мен 9-дың арасында жатады. Немесе түбірасты 3 болуы мүмкін. Жоқ, түбірасты 3 бола алмайды. Болуы мүмкін. Квадраттап жүргенде 3, 9. Түбірасты 4 деген бізде 2 шығады, иррационал сан емес. Түбірасты 5 болуы мүмкін. Түбірасты 5. 1 мен 9-дың арасында. Немесе түбірасты 6 болуы мүмкін. Немесе түбірасты 7 болуы мүмкін. Немесе түбірасты 8 болуы мүмкін. Болды. Сонда түбірасты 2, немесе түбірасты 3, немесе түбірасты 5, немесе түбірасты 6, түбірасты 7, түбірасты 8 сандарының біреуі. Келесі 13-ші есеп. Бізге шексіз периодта ондық бөлшек берілген. 0,100-ден 41 периодта 6. Қысқартылмайтын жай бөлшек түрінде жазуымыз керек, және алымы мен бөлімінің айырымын жазуымыз керек. Қалай жазамыз? Егер периодта қанша цифр бар, сонша 9 саламыз. Ал үтір мен периодтың арасында қанша цифр бар, сонша 0 саламыз.
және 416-дан азайтамыз мына жердегі 41-ді. Бұл яғни таза периодты емес, бұл аралас периодты ондық бөлшек болып тұр. Тең болады 416-дан 41 аламыз. 416-дан 41. 5, 7, 375. 375. 900 бен 375-ті 5-ке бөлейік. Немесе 25-ке бөліп тастауға болады. 25-ке бөлсем 25 бірден беремін. Так, 5, 15. 900-ді 25-ке бөлем. 75 3-тен берем. 75, 5. 150-дің ішінде 6 рет. 36. 36 мен 15-ті 3-ке бөлем. 12, 5. 12-ден 5. Сосын алым мен бөлімінің айырымы, яғни 12 азайту 5 тең болады 7. Бөлімі мен алымының айырымы. Немесе алымы мен бөлімінің айырымын жазатын болсақ, онда минус 7. 14-ші есептің асы. Өрнектің мәні болмайтында x-тің барлық мәндерін табу керек. Егер өрнектің мәні болмау үшін, оның бөлімін нөлге теңестіріп аламыз. Қараймыз. Қандай сандарды қосқанда 1 шығады. Қандай сандарды көбейткенде минус 42 шығады. Жалпы 42 қандай екі санның көбейтіндісі? 6 мен 7-ның. Қосқанда 1 шығу үшін, демек ол минус 6 мен 7. Сонда жауабына x тең минус 6, x тең 7. Осы екі санды қоятын болсақ, бізге берілген өрнектің мәні болмайды. Осы 14-ші есептің б-сы. Ықшамдаңыз. Так. 49 азайту 14x қосу x квадрат. Бұл бізде береді 7 азайту x-тің квадратын. Так, мұнда x квадрат ортақ көбейткіш, жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Жақшаның ішінде 7 азайту x қалады. Бөлуді көбейтуге алмастырамын. Мұнаның өзі бізде екі жақшаға жіктеледі. 7 азайту x, 7 қосу x. Так, әзірге бөлуді сала тұрайын. Және x куб. Тең болады. Так, мына жерде мына екеуін өзі қысқартып жіберуге болады. Квадраты етеді. 7 азайту x бөлімінде x квадрат. Енді көбейтуге алмастырам. Және алым мен бөлімнің орындарына ауыстырамын. X куб, 7 азайту x, 7 қосу x. Тағы да қысқаратындар бар, қысқартып жібереміз. Сонда нәтижесінде қалады x бөлінген 7 қосу x. 15-ші есеп, тізбектің алғашқы 5 мүшесі берілген, келесі мүшесін және 15-ші мүшесін табу керек. Ол үшін бірінші бұл жердегі заңдылықты анықтап алайық. Бөлімдері 6, 11, 16, 21. Байқап отырсаңыз, 5-ке артып отырды. 1 қоям, 6, 2 қоям. Жоқ, алдыңғысынан 5-ке артып отыр. 6, оған 5 қосамыз. Мына формула келмейді оған. Так, сосын келесі мүшесі, демек мына жерге жазайын. Тағы 5 қосамын 26. Енді алымын қарайық. 2, 5, 8, 11. 3-ке артып отыр. Онда келесі уже 14 болады. Енді бұл жерде формуласын жазып болу керек екен, бәрібір. Қалай жазамыз? Бірінші мүшесі тапқан кезде 6. Бұлай жазамыз да онда. 5n қосу 1. Так, мына жерге 4 қоятын болсам 20, 21. Так, бірінші мүшесі 2 алымы. Сосын 3 қосылып отырды. 2 шығу керек. 4 бергенде 11 шығу керек. Так, қалай аламыз?
2, 5, 8, 11. Бірінші мүшесі. 3n. Так, 3n азайту 1 болатын болса. 3n азайту 1. Так, мұнда 1 берем 3, 3-тен 1 алам 2. 2 берем 6, 6-тан 1 алам. Сонда жалпы формуласы осындай болып тұрды. Олай болса 15-ші мүшесін табайық. 3-ті көбейтем 15-ке, одан 1-ді аламын. 5-ті көбейтем 15-ке, оған 1 қосамын. Так, 15-ті 5-ке көбейтсем 75, 76, 3-ті 15-ке көбейтсем 45, 44. 76-тан 44 шығады 15-ші мүшесі. Так, мына формулаға қойып тексеріп көрсеңіз болады. 2-ні қоямыз 6, 5, 2-ні қоямыз 10, 11, 3-ті қоямыз 9-дан 1 алам 8, 15, 15-ке 1 қосамын. 4-ті қоямын 12-ден 1 алам 11, және 21 шығады. Сонда 5-ші мүшесі 15-тен 1 аламын 14, 25-ке 1 қосамын 16. Неге осылай тауып болады? Так, 16-шы есеп. Емтиханға 1-ден 30-ға дейін нөмірленген билеттер дайындалған. Кездейсоқ алынған билеттің бір таңбалы нөмірлі болуының және тақ нөмірлі болуының ықтималдығын табуымыз керек. 1-ден 10-ға дейін, яғни бізде 30 билет бар. Сол 30 билеттің ішінде бір таңбалы, ол 1-ден 9-ға дейінді, яғни 9 билет. Сонда мына жерде бір таңбалы болуының ықтималдығы 30-дан 9, немесе 3-тен 10-нан 3, немесе 0,3. Ал тақ нөмірлі болуы. Тақ нөмір дегеніміз 1, 3, 5, 7, тағы сол сияқты 29. Бұл жерде 1-ден 30-ға дейін, яғни 15-і жұпсан, 15-і тақсан, олай болса n 30 болса, онда m 15 болады. Сонда тақ нөмірлі болуының ықтималдығы 30-дан 15, 2-ден 1, немесе 0,5. 17-ші есеп. Геометриялық прогрессия берілген, және оның бірінші, екінші мүшелер берілген. 6-шы мүшесін және алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табуымыз керек. Бұл жерде еселігін табамыз. Екінші мүшесін бірінші мүшесіне бөлеміз. 3-тен 1 бөлу 6-тан 1 тең болады. 3-тен 1 көбейту, яғни еселігі 2-ге тең болады. Олай болса, 6-шы мүшесін тапқан кезде бірінші мүшесін қудың 5 дәрежесіне көбейтеміз. 6-тан 1-ді көбейтемін 2-нің 5 дәрежесіне. 6-тан 1 көбейту 2, көбейту 2-нің 4 дәрежесі. Қысқартамын. 3-тен 16. Келесі, алғашқы 5 мүшесінің қосындысы b1, бір азайту қудың 5 дәрежесі бөлімінде бір азайту q тең болады. Так, 6-дан 1, бір азайту 32, бір азайту 2. 6-дан 1 көбейтемін, мұнда минус 31. Минус 1-ге бөлеміз, сонда 6-дан 31. Аралас сан түрінде жазуымызға болады. 18-ші есеп. Катер ағыспен 75 км және ағысқа қарсы тағы сондай қашықтықты өтті. Барлық жолға тынық судағы 80 км-ге жұмсалатын уақыттан 2 есе уақыт жұмсады. Егер ағыстың жылдамдығы 5 км/сағат болса, катердің жылдамдығы қандай? Егер мен катердің жылдамдығын x деп алатын болсам, ол ағыспен, яғни оған 5 қосамын. Қандай да бір Т1 уақытта 75 км жүрген, және сол катеріміз ағысқа қарсы Т2 уақытта 75 км жүрген. Және Т1 мен Т2-нің қосындысы 80 км-ге жұмсалатын уақытты Т деп алатын болсам, содан 2 есе көп дейді, яғни 2, былай жазайын. Т1 қосу Т2 тең болады 2 еселенген Т. Т бұл жерде жаңағы 80 км-ге жұмсалатын тынық судағы дегесін, тек қана катердің жылдамдығын Т-ға көбейтсем 80 шығады. Мына уақыт сол 80 км-ге жұмсалатын уақыт. Яғни Т1 мен Т2-нің қосындысы осы Т-дан 2 есе үлкен.
Енді қалай шығарамыз ары қарай? Мына жердегі т дегеніміз ол 80 бөлу x. Сонда мұнда апарып қоямын. 2 көбейту 80 бөлу x. Сонда t1 мен t2-нің қосындысы 160 бөлінген x шығады. Так, ағыстың жылдамдығын табу керек. Ағыстың жылдамдығы берілген, катердің жылдамдығын табу керек, яғни бізге x керек. Сондықтан мына жерде t1-ді тауып аламын. t1 тең болады 75-ті x қосу 5-ке бөлем. t2 тең болады 75-ті x азайту 5-ке бөлем. Осы екеуін қосатын болсам, 75 бөлінген x қосу 5 қосу 75 бөлінген x азайту 5 тең болады. Мұна 160 бөлінген x-іміз шығады. Ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлімі x қосу 5, x азайту 5. Мұнда x азайту 5-тен келеді, мұнда x қосу 5-тен келеді. Мұнда x квадрат минус 25, мына екеудің көбейтіндісі. Сонда жазамын 75 x квадрат. Так, 75-ті 5-ке көбейтем. Так, бұл менде қысқарып кетеді, қазір, сондықтан мен бұлай етіп жазып қоям. 5x көбейту 75. Оны көбейту уақыт алмаймын. Қосу 75x квадрат, қосу 5x көбейту 75. Тең болады 160x квадрат минус 25. x қосу 5, x азайту 5. Енді бөлімдерін жазбаймыз, но бізде қысқарып кетеді. Так, 75-ке 75 қосамын, 150x квадрат тең болады 160, жақшаны ашам, x квадрат минус 160-ті 25-ке көбейтемін. 160 көбейту 25, 0, 0, 8, 0, 2 бір ойда, 2, 3. Так, 4000. Тең 0. Мұнда бөліміне қарап отырып, x 0-ге тең болмайды, x 5-ке тең болмайтындығын ескереміз. Мұнда жазған екен мұғы тең болатыны. Так, нешеге бөліп жіберсек болады? Так, 5-ке бөліп көрейін де бастап. 5-ке бөлемін, мұнда 30x квадрат. Так, минус 5-ке бөлсем 20, так, 3, 32x квадрат. Қосу 5-ке бөлемін 800 тең 0. Мына екеуі бірдей. Бұлар минус 2x квадрат, қосу 800 тең 0. Так, бөлемін минус 2-ге. Сонда x квадрат минус 400 тең 0. Олай болса, x дегеніміз 20. X 20-ға тең, минус 20-ны алмаймыз. Себебі бұл катердің жылдамдығы. Сонда жауабы 20 км сағат. Катердің жылдамдығы 20 км сағат. 19-шы есеп, есептеңіз, тригонометриялық өрнек беріліп тұр. Так, 8 синус 20 градус көбейту синус 70 градус. Бұл жерде былай жасауға болады. 8 көбейту синус 20 градусты жазып қоямыз. Ал синус 70-ті мен былай жазамын. Синус 90 градус азайту 20 градус деп. Синус 40 градус бөлімін жазамын. 8-ді 4 көбейту 2 деп жазамын. Синус 20-ны жазамын. Так, мұн жерде келтіру формуласы бойынша косинуста синус косинусқа ауысып кетеді. Косинус 20 градус. 90-нан 20 алам бірінші шеректегі синустың таңбасы плюс. Сондықтан ештеңе өзгермейді. Енді мұнауы бізде 2 синус 20 косинус 20. Бұл бізде синус 2 20 градус береді. Яғни синус 2 альфаның формуласы. Так, синус 2 көбейту 20 дегеніміз, ол синус 40 градус. Бөлімінде де синус 40 градус қысқарады. Сонда тек қана есептің жауабы 4 болады. 20-шы есеп, соңғы есеп, теңсіздікті шешіңіз. X куб минус x квадрат минус 12x артық немесе тең 0. X жақшаны сыртына шығарам. X квадрат минус x минус 12 тең 0-ге. X тең 0, x квадрат минус x азайту 12 тең 0. Так,
қосқанда 1 көбейткенде минус 12 шығатын қандай сандар? Жалпы 12-ні қандай сандардың көбейтіндісінен алуға болады? 3 пен 4-ті. Қосқанда 1 шығады, демек минус 3 пен 4. Сонда теңсіздікті бізде боялады, себебі қатаң емес теңсіздік. Минус 3, 0 және 4. Интервалдарға бөлеміз. Мына жерден минус 1 немесе жақтан 1 алуымызға болады. 1 аламын. Онда қоямыз. 1 азайту 12 минусты. Минус, плюс, минус, плюс. Бізге 0-ден артық мәндері керек. Сонда теңсіздіктің шешімі. Жауабын былай жазамыз. Минус 3-тен 0-ге дейін екеуін қосалғанда және 4-тен плюс x-тікке дейін 4-ті қосалғанда. Құрметті оқушылар, егер бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз және каналыма тіркеліп қойыңыз, алдағы уақыттарда шығатын жаңа сабақтарды жіберіп алмау үшін.